Гилберт, құттықтаймын, керемет өнер көрсеттің. Бұл жеңістен кейінгі сезімің қандай? Иә, шынымен өзімді керемет сезінемін. Және мен оны уақытынан бұрын жеңуді өте қатты қаладым. Бірақ бұл өте керемет жекпе-жек болды. Мен әрдайым шоу жасауға тырысамын. Мен оны уақытынан бұрын жеңуді өте қатты қалаған едім. Қолмен жақсы соққылар жасадым және жерге алып ұрдым. Қателеспесем, тейкдаун жасауға 3 мүмкіндігім болды. Және мен оны үшеуінде де құлаттым. Көптеген күреспен айналысатын жігіттер оны құлата алмаған. Бірақ менің қолымнан келді. Менің ойымша бұл аспектіде өзімді жоғары көрсеттім. Бірақ бұл Майамидің кәрі төбеті өте қу екен. Қолға тұрмайды екен, оңайлықпен ұстай алмайсың оны. Сен титул үшін жекпе-жек өткізгің келетінін айттың. Жартылай орта салмақтағы титулға таласты жақсы білесің. Сондықтан саған біраз күте тұрған дұрыс па, не болмаса титулға дейін тағы бір жекпе-жек өткізгің келе ма? Леон мен Колбидің арасындағы жекпе-жек ендігі келісіліп қойғанда шығар. Қателеспесем, бұл жекпе-жектің Лондонда болатыны белгілі. Ұсақ-түйек шаруалары ғана қалған шығар. Мен бұл жекпе-жекті сақтандырамын. Мен ешкімнен сұрамаймын, мен талап етемін. Өйткені UFC маған әрқашан қоңырау шалып, қарсылас ұсынғанда мен ешқашан жоқ деп айтпадым. Енді мен талап етемін. Ол жерге барып, жаттығу лагерін өткізіп, 5 раундтық жекпе-жекке дайындаламын. Лондонға ұшып барып, салмағымды жасап, сосын титул үшін төбелесемін. Мен титул үшін кезекте тұрған сөзсіз бірінші үміткермін. Және біз Белал Мұхаммедпен сөйлескен болатынбыз. Оның айтуынша, Колби Ковингтонмен жекпе-жек бермесе, Камару Усманмен төбелескісі келетінін айтты. Сен Белалға қандай кеңес берер едің? Мен Белалды кемсітіп айтқан сөздеріме өзімнің де көңілім толмайды. Бірақ бұл жігітте титул үшін күресуге әбден лайықты. Біз бұл титулды марафонда жарысып келе жатырмыз. Иә, ол өз жұмысын жасап жатыр. Тағы бір жеңіске жетсе, ол да бұл позицияға шығады. Бұл жерде мен немесе ол. Мен жай ғана талап етемін. Бұл жекпе-жекті маған беріңдер. Егер бермесеңдер, мені босата салыңдар. Және кім жеңіске жетеді деп ойлайсың? Леон ба, әлде Колби ма? Иә, бұл жақсы жекпе-жек, ол туралы әлде дұрыстап ойлану керек, бірақ мен Колбидің жеңісіне басымдық берер едім. Бұл оңай болады деп ойламаймын. Өйткені олар ауыр соққылармен алмаса да, Леон дивизион үшін үлкен және бойы да ұзын. Колбидан гөрі оның боксы мықтырақ деп ойлаймын. Бірақ Колби оны күшімен және күрес техникасымен алып тастайтын шығар. Және Колби екеуміздің жекпе-жегіміз мен үшін керемет шайқас болар еді. Аяқта тұрып төбелесуде мен Колбидан басымырақ екеніме сенемін. Бұл шайқасты асыға күтіп жүрмін. Егер саған титул үшін шайқас өткізуге мүмкіндік бермесе, Камару Усманмен рематч өткізуге дайынсың ба? 100%-ға. 100%-ға дайынмын. Егер маған тағы да төбелесу керек болса, мен қатты қапа боламын. Мені онымен тағы да төбелесуге мәжбүрлейтін болса, мен қатты ренжимін. Оған дейін баратыныма нақты сенімді емеспін. Егер UFC маған Камару әлде Чимаев арасында таңдау жаса дейтін болса, ал жарайды деп келісетін шығармын. Бірақ маған бәрібірде титулды жекпе-жек беріңдер. Әйтпесе мен кете берейін, достар, кете берейін.